Масканы дайындауға кірісіп кеттім. Мына жерде жұмыртқаның сарысы, менің бетімнің терісі құрғақ, сондықтан сарысын аламын. Ал егерде майлы болатын болса, керісінше жұмыртқаның ағын алу керек. Енді осыған бір ас қасықтың көлемінде тұздалған капустаның суын құямын, және бір шай қасықтың көлемінде зәйтүн майын құямын. Бір ас қасықтың көлемінде кукурузный крахмал қосқым келіп тұр. Осы алдында енді 20 минуттың көлемінде ұстаймын. Кейін жылы сумен жуып тастаймын. Егерде маска қалып жатса, қолыңыздың да терісіне жаға салуға болады. Кім менімен бірге жасады, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.